Сәлем достар, бұл бізде бір күндік влог. Егерде видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше біз көп созбай бастаймыз. В общем, достар, мен қазір базарға барып келдім. Сөйтіп, осындай заттар алған болатынмын. Мен қазір бөлсемін. В общем, осындай кішкене макияжға арналған, мысалы, туш деген секілді корейский заттардан алдым. Кішкене база, ең керекті дейтін заттардан. И вот осындай мысалы база. Кейін крем-спрей, термозащита. В общем, осындай крем-спрей, шашқа, оригинал, уже тасылып қалған болатын. Потом бізде осындай хайлайтер, екеуі два в одном, үстіп алған болатынмын. В общем, потом осындай консилер, бізде осындай консилер алған болатын, кішкене легкий макияж жасауға, үстіп база, осындай заттардан алдым. И потом менде ең қиын нәрсе туш, өйткені көбінесе маған туш ұнай бермейді, көп туштар. Вот енді осы тушты көретін боламыз. Димаш. Димаш батырып келемін. Сразу достар, қазір менде тағы Шұғла деген қызбен таныстым. Вообще зор, общительный екен, и көп нәрсемен бөлісті. Қазір енді үйге қайтайын деп жатырмын, кішкене сөйлестік. Шынымен осы Education USA дейтін программамен қатысқаннан бері көптеген жаңа адамдармен танысып, күшті поддержка, мотивация деп айтуға болады, алып жатырмын. Так, енді қазір мен үйге қайтайын деп жатырмын. Енді әр вторник күні өстіп волонтерствомен айналысатын боламын. В общем, қазір енді таксиге мінейін деп жатырмын. Осындай лук, в общем, образ. В общем, достар, өйстіп каша жасадым. Енді үстіне бадам болған жоқ, поэтому осындай жаңғақтармен үстіне кішкене сәндедім. Достар, в общем, мен қазір базардан келдім. Мына көріп келдім киімдерден. Енді қазір уже түс болып жатыр. Бүгін IELTS-қа дайындаламыз. Айтайын ба қазір? Writing и потом speaking, потом уже SAT-ға дайындық. Еще менде кешелері брекетке бардым, стоматологқа көрініп. В общем, сол соңғы жаңалықтардан енді қазір IELTS-қа дайындықты бастаймыз. В общем, қазір сағат 2:45 кетті. Мен примерно қазір 3:30-ға дейін
өзімнің курсындағы материалдар бойынша қазір қарап шығатын боламын. Потом уже ютубтан кішкене больше ақпарат алатын боламыз. В общем, достар, мен бірнеше видео көріп болдым. Қазір сағат уже 5:10 кетті. Эссе бойынша IELTS Advantage каналынан видеолар көрдім, и потом жазып көрдім өзімнің примерімді. Енді қазір өзімнің үй жұмысымды орындайын деп жатырмын. All discussion essay болған болатын. Environment, яғни қоршаған орта туралы, поэтому topic vocabulary жаттаймыз. Яғни topic vocabulary дегеніміз не? Ол белгілі бір тақырыпқа арналған сөздер, чем әртүрлі бір қолданбайтын пассив сөздерді жаттағанша лучше өзің жазайын деп жатқан эссе белгілі бір тақырып жайлы болса, сол тақырыптағы сөздер, словарь жаттаған дұрыс. В общем, достар, менде қазір волонтерство бойынша шықтым, зумнан шықтым. Бізде зум болды сағат 8-де, қазір уже сағат 10-нан 40 кетті. Негізі ол примерно жарты сағатқа созылды. Ол жерде не туралы айттық. В общем, мен және алдыңғы осы видеода алдын айтып кеткенде Шыла деген қызда, ол да волонтер, и екеуміз бірге қосылып бір тапсырманы орындайтын боламыз. Ол яғни бізде summer camp болады, Education USA деген программада. Ол summer camp'тың purpose деп айтады ғой, мақсаты не? Көбінесе қарапайым мектептердегі оқушылар Америкада оқу, шетелде оқу жайлы көптеген ақпараттарды біле бермейді. Сол себепті де оларда бір шетелде оқу деген секілді арман мақсаттар жоқ деп айтса да болады. Не болмаса ол нәрсені мүмкін емес деп санайды. Но біздегі адвайзердің, яғни мақсаты сол қарапайым мектептердің оқушыларына консультация өткізу, оларға кішігірім болсын көмек көрсету, қажетті материалдармен, қажетті ақпараттармен бөлісу болатын. И бұл бізде summer camp 5 мен 9 күні аралығында өтіледі. Ал енді бүгін 31-і уже кешкі уақыт. Мен білмеймін бұл видеоны қай уақытта ютубқа салатынымды, но уже былайша айтқан кезде сол summer camp'тың дедлайны уже келіп қалды. Біз енді Шұғыла екеуміз кім өтті, өтпеді деген секілді соның барлығын жазып шығу керек болады. И потом созвон жасау қажет болады. Оқушыларға мысал ретінде сіз егер іріктелген жағдайда, өткен жағдайда сіз шынымен де келе аласыз ба Шымкентке, өйткені ол офлайн түрде болады. Сол себепті де оған толық қатысу, 5 мен 9 күні қатысу өте маңызды, өйткені ол жерде орындар шектеулі. Поэтому сіз уже таңдалып алыңыз ба, ендеше шынымен де 5 және 9 күні қалмай келуіңіз қажет болады. В общем, сол, и мен алдыңғы видеоларда түсіріп жүрген жер бар ғой, American Corner. В общем, сол жерде өтілетін болады офлайн түрде. Ал өзімнің writing бойынша, курсым бойынша үй жұмысын аяқтадым. Енді қайтадан материалдарды қайталап шықсам жақсы болатын еді. Но бүгіндік мен SAT-ға дайындалған жоқпын, и еще менде спикинг қалып кетті, поэтому оларға да үлгеруім қажет. И мен в то же время YouTube түсіріп жатырмын, поэтому кішкене қолдау көрсетіп, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер де өте жақсы болатын еді, өйткені бұл мен үшін үлкен қолдау болады. В общем, достар, мына topic бойынша жазып шыққан болатынмын. Some people think that the best way to solve environmental problems is to increase the cost of fuel for cars and other vehicles. Осы topic бойынша topic vocabulary жаттадым, жаңа айтып жатқан белгілі бір словарь. Осы тақырыпқа байланысты словарь жаттадым. И потом уже тағы материалдарды көріп шықтым, чтобы қандай структурамен жазуым қажет бұл эссені. И меніңше кішкене алдыңғы эсселеріме қарағанда мына эссе кішкене специфик, точный болып шыққан сияқты. И енді фидбэк күтеміз өзіміздің мұғалімімізден. И қандай mistake бар, чтобы work on деп айтайын ба, чтобы работать над чем-то. И потом, в общем, сол енді мен кішкене мына эсседе I hope that I will get higher band for a task response. И вообще мен осы видеоны қолданып өзімнің Арай мұғаліміме көп рахмет айтқым келіп тұр. Өйткені қараңыздар, қаншама материалдарды біз өткенбіз.
вот посмотрите, вот осындай қаншама материалдар бар. И вообще мынау мен әлі ортасына да жеткен жоқпын. Осыншама материалдар мен уже маған бөлісті, білмеймін, уже 6-шы енді 7-ші сабақ болайын деп жатыр. Осының өзінде осыншама материалдарды в общем біз қайталап үй жұмысын орындап шыққан болатынбыз. Мүмкін болса осындай өздеріңіздің жиі отыратын жұмыс жасайтын парта болсын, білмеймін, енді белгілі бір осы менікі секілді бұрыш болатын болса сондай жерге өстіп жабыстырып қойған жақсы. Мысалы қандай армандарыңыз бар деген секілді бір вот осындай пландар, армандар, карта желаний деген секілді жасап қойсаңыздар болады. И потом schedule, белгілі бір пландарыңыз болса өстіп шығарып қойған негізі өте жақсы, өйткені кішкене мотивация и үнемі естеріңізде сақтайсыздар қандай мақсат, арман мақсаттар сіздерді жетелеп жатыр деген секілді үнемі ойларыңызда тұратын болады. И сол нәрсе сіздерге мотивация беретін болады. Shadowing method жасаймыз. В общем, ол қалай болады? Мен қазір Special English деген, в общем, VOA Learning English деген канал бар. Содан Shadowing method. The goal was to find accessible ways to cut federal deficits. Now, without an agreement that will fall to voluntary cuts through the act of sequestration. The budgetary or cancel a set amount of spending. By law, equal cuts in both civilian and military spending will begin in 2013. A total of $1.2 trillion